Қайырлы күн, құрметті тіл альянсы арнасының көрермендері. Облысымызда мемлекеттік тіл саясаты бойынша жұмыстар тұрақты түрде жалғасын табуда. Осы орайда аталған шараларды назарларыңызға ұсынамыз. Тіл саясаты комитетіне қарасты Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастырған мемлекеттік тіл үйренушінің көзқарасы республикалық ой-талқыға өңіріміздің белсенді әрі мемлекеттік тілді меңгерген жастары қатысты. Соның ішінде Торайғыров университетінің студенті Лодочников Алексей сөз сөйлеп, қазақ тілі бойынша өз пікірмен бөлісті. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту тақырыбында ертіс мәдениеті Instagram парақшасында дәстүрлі онлайн сұхбат алаңында PhD докторы, инновациялық Евразия университетінің доценті Сулейменова Айсем Қималиден қызы және Қағанды қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жанғазы Еркеғали Жұмабайұлы қонақта болды. Павлодар облысының мәдениет тілдер дамыту және архив ісі басқармасы ана тілі орталығымен бірлесіп, қазақ тілін тегін үйренуге арналған қазақ тілі QR-код жобасын жүзеге асыруда. Өңірімізге ғана белгілі мемлекеттік тілді кең меңгеруге арналған қазақ тілі QR-код жоба жайлы республикалық Хабар 24 телеарнасына ана тілі орталығының директоры Кинжика Шолпан Дұқтырбайына сұхбат берді. Іс-шараның мақсаты заманауи талаптарға сәйкес мемлекеттік тілді насихаттау, қолжетімді түрде қазақ тілін үйренуге жағдай жасау, ақпараттандыру, жаңа технологияларды қолдану аясын кеңейту. Өңірімізде белгілі қоғам белсендісі Айкенов Социал Айтенұлының халықаралық қазақ тілі қоғамы облыстық филиалының төрағасы өз еркімен лауазымынан босатуына байланысты салтанатты түрде кездесу өтті. Социал Айтенұлы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ақын журналист. Осы орайда Социал Айтенұлының халықаралық қазақ тілі қоғамы облыстық филиалының төрағасы лауазымынан босатылуына байланысты басқарма мүшелерінің дауыс беруі арқылы филиал төрағасы ретінде Назатас әдеби көркем қоғамдық саяси журналының бас редакторы Әбішев Асыл Әлімжанұлы тағайындалды. Сонымен қатар салтанатты кездесу барысында облыс мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының басшысы Самал Балғабайқызы Социал Айтенұлының 75 жылдық мерейтойына арналған облыс әкімінің құттықтау хатын табыстап, сый құрмет көрсетті. Баспа беттері арқылы да қазақ тілін үйрету мақсатында облыстық сызаты пиши газетінде кезекті изучаем казахский язык айдарының 9-шы және 10-шы шығарылымдары жарияланды. Павлодар облысының мәдениет тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының жанынан құрылған Қазақстан Республикасындағы тіл туралы заң талаптарының сақталуына мониторинг жүргізу тобының өкілдері халыққа қызмет көрсететін бірнеше мекемелерді аралады. Атап өтетін болсақ, Сарыарқа, Ертіс қонақ үйлерінің және Павлодар облысының диагностикалық орталығына мониторинг жүргізілді. Құрметті көрермендер, аталған шараларда алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасын табатын болады. Тіл альянсы арнасымен бірге болыңыздар.